Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында сырды қалай дайындауды көрсетемін. Дайындап көріңіздер, өте дәмді шығады, әрі оңай рецепт. Ең алдымен сүтімізді отқа қайнағанға шейін қоямыз. Оған дейін жұмыртқамызды бір ыдысқа салып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамызды араластырып болғаннан кейін үстіне қаймағымызды салып, консистенциясы біркелкі болғанға шейін араластырамыз. Жай отта тұрған сүтімізге араластырып алған қаймағымыз бен жұмыртқамызды құйып шығамыз. Құю барысында сүтімізді араластырып тұрамыз. Сүтімізді жай отта 5-7 минут араластыра отырып, творог сияқты консистенция пайда болғанға шейін қайнатамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, біздің творог сияқты консистенциямыз пайда болды. Енді осы творогымызды сүзіп аламыз, тұзбен араластырып аламыз. Творогымызды сүзіп болғаннан кейін марлемізді осылай жинақтап, яғни орау арқылы суымызды тағы да сүзіп аламыз. Одан кейін марлемізді осылайынан түйіп шығамыз. Творогымыздың суын тағы да осылай сырғытып аламыз. Сырғытып болғаннан кейін осылай теріс қаратып қойып, үстіне ауыр затпен бастырып қоямыз. Мен кастрөлдің ішіне су құю арқылы бастырып қойдым. Осылай 5-6 сағатқа қоямыз. Міне біздің сырларымыз дайын болды. Дәмі өте дәмді болып шықты. Ең бастысы отбасыма өте қатты ұнады. Дүкендегі сырлардан кем емес. Сіздерге жасап көруге ұсыныс беремін. Егер де сіздерде де осылай әдемі болып шықса, менің каналыма подписаться етіп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар.